Армысыздар тыл майданының жауынгерлері. Мен Алмаш Жұмағали, заң ғылымдарының кандидатымын және полиция мен сотта азаматтардың мүдделерін қорғап жүрген заңгерлердің бірімін. Тыл майданы жобасы ашылмай тұрып, тілге қатысты бір тележобада Қуат Ахметов бауырымызбен танысып, содан бері қоян-қолтық жұмыс істеп келеміз. Қал-қадірімізше тыл майданына заңгерлік көмек көрсетіп келеміз. Құдайға шүкір, абыройсыз емеспіз. Және бұған дейін заңгер емес тұлғаларға арналған қайраткер практикалық курсын бастаған болатынмын. Яғни ол 4 бағыттан тұрады. Бірінші дүкендегі, банктегі құқықтар, екінші көшедегі құқықтар мен міндеттер, үшінші жұмыстағы, кәсіптегі құқықтар, төртінші әлеуметтік желілердегі құқықтар мен міндеттер. Бұл жалпылама азаматтарға арналған құқықтық курс болғандықтан, онда тіл мәселесі арнайы айтылмайды. Бұл жобаны бастау себебіміз, бізде басқа курстар бар. Айталық, бухгалтерлік курс бар, тіл курстары бар, программистік курс бар. Тіпті өнер саласындағы актерлік курстарға шейін бар. Бірақ заңгерлік курс жоқ. Осы жобаны бастағанымызға байланысты және тіл майданына заңгерлік көмек көрсетуімізге байланысты көптеген сұрақтар келіп түседі. Осыларды ескере отырып, біз тіл майданының қайраткері жобасын бастадық. Бағымызға орай бүкіл заңдар біздің жағымызда. Бірақ өкінішке қарай немесе сорымызға орай сол заңды өз орнымен қолданып, өз қақысын талап ете білетін адам аз. Заңды білу басқа, оны қолдана білу екінші нәрсе. Осыған орай тіл майданы қайраткері жобасында сіз тек қана жауынгер емес, сіз тіл майданының қайраткері болуға тиіссіз. Қазіргі күні әлемдегі ең бай болып есептелетін өзіміздің ана тіліміздің қолданысы үшін күрес талап етіліп тұр. Тіл майданының қайраткері жобасы 3 бағыттан тұрады. Бірінші бағыты бұл осы саладағы тілге қатысты. Оның ішінде айталық, тек қана тұтынушы ретіндегі емес, жарнаманы көрушісі ретінде, қоғам мүшесі ретінде, қарапайым Қазақстан Республикасының азаматы ретіндегі тілге қатысты заңдарды білу, түсіну. Екінші бағыт психологиялық тосқауылдарды жою. Оны білу басқа, психологиялық тосқауылды жою басқа. Үшінші, ары қарай арыздарды, шағымдарды, өтініштерді жазу және сотқа шейін ол іс баратын болса, сот құжаттарын дайындау және сотқа қалай дайындалу керектігі туралы мәліметтер мен практикалық тапсырмалар. Осы 3 бағыт бойынша жүреді. Білу басқа деп отырғанымыз, сіздер білесіздер, дүние пәленің бәрін білетін, бірақ жалтақ, өз атымен айтсақ қорқақ адамдар көп. Екінші, мінезі бар, талап ете алады, бірақ заң туралы білімі жетпейді, бір-екі ауыз сөз айтса тосылып қалатын, немесе аңдамай сөйлеп полицияға сөйлеп жатқан адамдарды білесіз. Сондықтан да бірінші, екінші бағыты осы екеуінің орнын толтыру. Ал үшінші бағыты сотқа дейін баратын болса, немесе әкімшілік органдарда талап етілетін болса, бастаған ісіңізді аяғына шейін жеткізу керек болатын болса, соған құжаттарды мығым тұрғыда қалай дайындау керектігін нығарлайды. Бірден айтып қояйын, жоба ақылы. Өйткен себебі тегін нәрсенің құны жоқ. Оны өзіңіз де білесіз. Мен 97-ші жылдан бастап заңгерлік қызметпен қоса ұстаздық қызметті бірге атқарып келе жатырмын. Тегін сабақ беруден, тегін жолдарды бастаудан ешкімнен қалыс көрген жоқпын. Бірақ бір байқағаным, тегін нәрсенің құны болмайды да, сол себептен адам өзіне оны дұрыс қабылдамайды. Қазақ атам айтады ғой, арзанның жердегі татымас. Азғантай болса сума берсе, адам оның миы басқаша жұмыс істей бастайды да, талап ете бастайды. Өзінен өзі талап ете бастайды. Сөйтіп, көп нәрсені сіңіруге септігін тигізеді. Егер қатысқыңыз келсе, көрсетілген телефонға WhatsApp арқылы тіл майданы деп жазсаңыз, біз сізді тіркеп курсымызды Алла қаласа бастаймыз. Айтпақшы, барлық сабақ онлайн форматта. Интернетіңізбен ынтаңыз болса, әлемнің кез келген түкпірінен қатыса бересіз. Есіңізде болсын, сіздің өміріңізде бір-ақ қайраткер бар. Ол сізсіз.